Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен шайға керемет десерттің рецептімен бөлісемін. Яғни ол десертіміз муравейник. Десерт қылып та жеуге болады, торт қылып жасауымызға да болады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Ama өте қарапайым ингредиенттерден тұрады. Яғни бізге қажетті зат қаймақ, жұмыртқа, сары май, ұн және де ас содасы қажет. Алдымен ыдысымызға сары майымызды салып, үстіне ас содасын және де ұнымыздың жартысын салып, крошка жасап аламыз. Яғни ұнымыз бен майымызды жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне 2 жұмыртқамызды, қаймағымызды саламыз. Үстіне қалған ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алды осылай. Енді қамырымызды тоңазытқышқа, яғни морозильникке 1-2 сағатқа қатырып аламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алдық. Енді ет тартқыштың көмегімен қамырларымызды өткізіп аламыз. Егер де сіздерде үкіш болса, үкіштен өткізсеңіздер де болады. Қазір мынаны майдалап, майда бөлшектерге бөліп аламын. Дәл осылай ет тартқыштың көмегімен қамырларымызды өткізіп аламыз. Қамырларымызды осылай ет тартқыштан өткізіп алды. Енді табамызға салып, 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Қамырларымызды саламыз. Қамырымызды табаға салып алдық. Енді пешімізге салып пісіріп аламыз. Қамырымызды осылай қызартып пісіріп алдық. Енді бір ыдысқа саламыз. Енді жақсылап арасында ірілер болса, қолымызды кішкене үгітіп жібереміз. Қамырларымызды осылай майдалап үгіттеп алдық. Енді үстіне вареный сгущенка саламыз. Вареный сгущенкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Вареный сгущенкамыздан қамырымызды жақсылап араластырып алдық. Муравейник дайын болды. Енді торт қылып жасауға да болады. Формасын келтіріп, мен осында үлкендеу кесе алып, осының ішіне саламын. Домалап форма келтіру үшін. Нығыздап саламыз. Сонда домалап форма шығады. Ал енді тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Кішкене қату керек. Кішкене десерт түрінде дастарханға әдемі ұсынуға болады. Ол үшін осындай стаканға салып қатырамыз. Ішіне формасын салып, мінекей. Қатты нығыздаймыз. Осылай. Муравейник тортымыз дайын болды. Мынау десертіміз. Өте қарапайым ингредиенттерден тұрады құрамы. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бетімен осылай кішкене жеміспен әсемдеп қойдым. Яғни малинамен сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколадты глазурмен әсемдеуге болады, орехтермен әсемдеуге болады. Өте керемет, әдемі болып шыққан, шаймен ішкенге өте дәмді десерттің бірі. Жасалу жолы оңай. Сіздер дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті қарапайым үй жағдайында жасалынатын рецепттер бар.